Абу Хурайра радиаллаху анху былай дейді: Расулалла саллаллаху алейхи уассалам былай деді: Әзіреті Мұса алейхиссалам өте арлы һәм үсті-басын барынша жауып жүретін кісі еді. Ұялшақтығы сондай, денесіне ешбір жері көрінбейтін. Исраил ұлдарынан біреулер оған жәбір көрсетті. Ол былай болған еді. Яғни сол Исраил ұлдарынан бір күні араларында былай деп айтады: оның осылайша жабық киінуіне денесіндегі бір кемшілік себеп болмасын, сөз жоқ. Ол не ала без, не аталық безі ісік, немесе басқа кемшілігі бар деп, осылай Мұса алейхиссаламды өсектеп айтады. Алла тағала әзіреті Мұсаны осы өсектерден құтқаруды қалады. Тағы бір күні әзіреті Мұса алейхиссалам ешкім жоқ жерде киімін бір тастың үстіне шешіп, жалғыз өзі суға түсіп жуынды. Жуынып болғаннан кейін киімбек болып киіміне қарай жүрді. Дәл осы сәтте үстінде киімі тұрған тас домалай бастады. Әзіреті Мұса алейхиссалам асат аяғын қолына алып тасты тоқтатуға тырысып, «Ей, тас киімім, ей, тас киімім» деп айқайлап жатты. Тастың артынан жүгіріп бара жатып, Исраил ұлдарының ішіндегі бір жамағаттың жанына дейін барады. Барлығы әзіреті Мұса алейхиссаламды көреді, болмыс бітімі бәрінен де сұлу, кемшіліксіз екендігін көреді, және өсекте айтылғандардан да ада екендігін көреді. Сөйтіп тас тоқтап, әзіреті Мұса алейхиссалам киімін алып киді. Таяғымен тасты ұра бастады. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Алла тағалаға ант етейін, әлгі тастың 3 не 4 жерінде таяқтың ойық ізі бар дейді. Енді бұл айтылған әңгімеге байланысты негізі аят бар. Сол аят осы әңгімені меңзеп тұр. Ол қандай аят? Ол Ахзаб сүресіндегі 69-шы аятта келеді. Уа иман келтіргендер, Алла елшісіне қарсы келу арқылы Мұсаға орынсыз жала жауып, көңіліне қаяу түсірген бейбақтарға ұқсап жүрмеңдер. Біле білсеңдер, Алла оның қауымының ол жайлы айтқан қауесет сөздерінің қып-қызыл жала екенін айқындап, оны толық ақтады. Ол Алланың алдында өте абыройлы еді деген аят бар. Осы аят жаңа біз айтып өткен әңгімені меңзеп тұр. Осы хадистің түсіндірмесінде келеді. Осы риуаятта яһудилердің тыр жалаңаш шешініп бірге жуынғанын, бір-бірінің әуретіне қарағандығын көрсетіп тұр деп айтылады. Және әзіреті Мұса алейхиссалам олардың осындай ұятсыз әрекеттеріне қосылмаған, және қосылмағаны үшін яһудилер Мұса алейхиссаламды өсектеп солай мазасын қашырған еді. Осы жоғарыда біз айтып өттік қой, сол Алла тағала әзіреті Мұсаны осылай құтқарды. Аят мүминдерге осындай әрекеттермен пайғамбарларын ренжітпеуді ескертуде. Алайда Расулалла саллаллаху алейхи уассаламды да осылай ренжіткендер болды. Бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам соғыстан түскен олжаларды таратып жатқанда, оның істеген ұнатпаған бір кісі мынауың Алла ризалығына лайықты бөліс емес деп айтады. Оның осы сөзі Расулалла саллаллаху алейхи уассаламды қатты ренжітіп мұнайтқан еді. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам былай деп өзін жұбатуға тырысады: Алла тағала Мұсаны мейіріміне бөлесін, ол бұдан бетер жәбір көрсе де сабырлық танытты дейді. Яғни әзіреті Мұсаның өз қауымынан тартқан азабы тек қана бұл емес, бұдан да көп еді. Көп жәбір шапа шеккен оқиғаларды білесіздер. Хадистің соңындағы Абу Хурайраның осы түсіндірмесі Расулалладан естіген нәрсесі болуы мүмкін. Себебі сахаба ғайыптан осындай хабар бере алмайды. Мұндай сөздер үкім жағынан марфу, яғни пайғамбар айтқан сөз болып табылады.